Сәлем достар, біздің каналға қош келдіңіздер. Біз қазір таңда Шанхай қаласындамыз, Қытай елінде. Не үшін келдік? Өйткені Шанхайдағы ең үлкен автовыставкадағы жаңа модельдермен сіздерді таныстыратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, лайк немесе коммент жазып отырыңыздар. Бастаманы тек қана BYD компаниясынан бастайтын боламыз. Өйткені Қытай елінде BYD компаниясы қазіргі таңда экспорт бойынша бірінші орынды ұстап келе жатыр, және де әлем бойынша Тесланы екі есе озып кетті деп айтсақ та болады. BYD автокөлігі 06 GT жаңа модель. Бұл модель Wukong ойыны бойынша коллаборация жасалған, яғни Қытай елінде жаңадан осы жыл шыққан маймыл туралы ойын өте үлкен нарыққа хит болып, сол хит болғаннан кейін BYD сол компаниямен бірге коллаборация жасап, осындай автокөліктерін выставкаға қойып қойған. Жалпы мына стендте біз BYD-дің параллельный гибрид туралы толық мағлұматты көріп тұрмыз. Алдыңғы және де артыңғы жақтарында екі электромотор орнатылған. Алды жағында 1.5 немесе 2 литрлік қозғалтқыш, ол генератор рөлін атқарады. Ал ортасында BYD-дің Blade атты үлкен батареясын байқап тұрмыз. Бұл Yangwang Q8 автокөлігінің прототипі жасалып, осындай ашық түрде бүкіл ішкі құрылысын бізге көрсетіп тұр. BYD, өздеріңіз білетіндей BYD модельдері көбінесе DMI технологиясымен келеді. DMI технологиясы дегеніміз ол параллельді гибрид. Өздеріңіз байқап тұрғандай артқы жағында ол бензобак, ортасында батарея. Алдыңғы жағында біз көрсетілген ол 1.5 немесе 2 литрлік қозғалтқыш. Ол генератор рөлін атқарады және де батареяға толық энергия беретін болады. Ал сіз бензин құйып, сол қозғалтқышты сіз қозғалтып, генератор ретінде қолданып автокөлікті айдап жүре берсеңіз болады. BYD автокөліктері бізде қазірдің премьер Яндекске кіретін болғандықтан Қазақстанда сатылымдары жоғарылап, осы BYD автокөлігінің сұраушылар саны артып келе жатыр. Ал BYD болса өзінің жаңа обновленный рестайлинг моделін шығарды. BYD Han L электрический моделі қосалқы ретінде лидар қойылды және батарея бойынша технологиясы кішкене өзгеріске ұшырады, бірақ сол бұрынғы дизайн түрінде қалды. Қытайдағы бағасы $30.000 басталатын параллельді гибридті Tank L жаңа моделін жарыққа шығарды. Бұл автокөлік бойынша не айта аламыз? Үлкен автокөлік, размеріне келіп болсақ 5 метрге дейін жетеді. Бағасы қолжетімді, яғни толық жиынтаған комплектациясы осы автокөліктің сіз $40.000 сатып алсаңыз болады. Және Қазақстанға келіп 12% НДС төлеп, және де утилин төлеп, учетқа қойып сатып алуға болады. Осы модель енді келесі кезекте бізде хит болады деген ойдамыз. Сіздерге қалай дизайны ұнады ма? BYD өзінің минивэн секторына да жаңа моделін шығарды. Бұл BYD Xia деп аталатын автокөлік. Минивэн параллельді гибрид, жүру ұзақтығы бір полный бакпен және де толық электроэнергиямен 1200 километрді құрайды. Автокөлік тек қана алдыңғы жетекте көрсетілген. Бағасы қолжетімді, бар болған 15 миллион теңгені құрайды. 15 миллион теңгеге сіз алдыңғы жетекте осындай минивэн сатып алсаңыз болады. Орындық санына келетін болсақ, бұл жерде 6 орындықты, артқы 2 орындығы капитанский болып келеді. Жоғары жағында телевизор көрсетілген. Салоны бұлғардан жасалған. Руліне отырып көрсек, бұл жерде 2 телефонды сымсыз қуаттайтын телефон қойғыштары бар. Дизайны өте ерекше. Ал орындықтардың материалы бұлғардан жасалған. Эко-кожа, осы ортасында таза кожамен жасалып шығарылған. Негізі, егерде сіз үлкен отбасылық автокөлік іздеп жүрсеңіз, дәл осы BYD Xia автокөлігін қарастырсаңыз болады. Артқы орындықтарында да капитанский сиденье, массаж, столигі бар. Осы жерге өзіңіздің телефоныңызды немесе ноутбугыңызды қойып, жұмыс жасай берсеңіз болады. Панорамалық шаттығы толықтай жабылады, артқысы бөлек, алдындағысы тек қана люк ретінде. Телевизор көрсетілген, және де мына батырмалар арқылы сіз өзіңіздің орындығыңыздың направлениесін бәрін дұрыстап отыруға болады. Басқа не айтамыз? Подогрев, массаж, вентиляция, артқы 2 орындықтың және де қосалқы асты жағында холодильнигі бар. Ал BYD-дің суббренді Fanshenbao өзінің жаңа тағы да модель жарыққа шығарды. Бұл толықтай электрлі, запас ходасы 500 км-ге жететін Leopard 3 автокөлігі. Толық жетекті комплектациялар бар және де артқы жетекті комплектациялар бар. Ал бағасына келетін болса, Қытайдағы бағасы бұл автокөлікке 10 миллион теңгеден басталады. Сіздерге автокөлік ұнады ма? Толықтай қазір видеода көрсеңіздер болады. Leopard 5 рестайлингке кішкене өзгеріске ұшырады. Дизайны сол күйінде қалды, алдыңғы линиялары ғана, және де қосалқы ретінде лидар пайда болды. Бұл автокөліктер лидар алдында болмайтын. Қазір біз лидармен байқап тұрмыз.
Бағасы Leopard 5-тің 284 мың юаннан басталады. Толық жиынтығы 329.800 юань. Яғни дәл осындай автокөлікті қазіргі таңда біз сіздерге бір ай ішінде алып келіп бере аламыз. Қытайдағы бағасы толық, егерде 20-шы дөңгелектермен және де артқы фаркоппен толықтай ультимейт жиынтығын сатып алатын болсаңыздар, Қытайдағы доллармен бағасы 43 мың доллардың төңірегін құрайтын болады. Бізде қазіргі таңда дәл осы Leopard 5-тің сатылымы өте жақсы, өйткені автокөлік официалды дилерлерде көрсетілмеген. Сол себепті көбінесе Қытайдан алып келеді көп адамдар. Неліктен осы Leopard 5 жақсы сатылымға шығып жатыр? Өйткені толық размерлі джип, артында орны өте көп. Және де бұл автокөлік последовательный гибрид емес, параллельный гибрид. Яғни сіз жолда 180 мен немесе 180-170 мен жүрсеңізде бұл автокөліктің батарейкасы отырмайды, өйткені қозғалтқышы дөңгелектерге күш береді. Ал мына стендте Фаншенбао өзінің Leopard 8 моделін көрсетіп қойған. Leopard 8 моделі нағыз жол тағылмайтын автокөлік деп айтсақ та болады. Бағасы 30 миллион төңірегінде, бірақ функциясы бойынша, жүрісі бойынша және де жолды ұстауы бойынша 70-80 миллион тұратын Lexus LX 600-ден мың есе жақсы деп айтсақ та болады. Қытайлар озып келеді, Қытайлардың технологиясына жету басқа брендтерге қиындық тудырып жатыр. Volkswagen'нің өзінің көптеген заводтары жабылып жатыр. Себебі Қытайдың именно BYD моделі, BYD бренді өзінің ауқымын кез келген сегментте үлкейтіп жатыр. Ол бюджет сегмент болсын, ол қымбат премиум сегмент болсын, ол осындай жол тағылмайтын көліктер болсын, олар өздерінің үлесін күн санап арттырып жатыр деп айтсақ та болады. Достар, бұл біздің Шанхайдағы автовыставкада өткен түсіріліміміздің бірінші шығарылымы. Егер сіздерге ұнаса, лайк немесе комментарий басып отырыңыздар, және де өздеріңіздің достарыңызға таратып отырыңыздар. Ал егер де осындай автокөліктерді тапсырыс бергіңіз келсе, біздің компанияға хабарлассаңыздар болады. Егер де осы шығарылым 10 мың қаралым жиналса, сіздерге арнап осы бөлімнің екінші бөлімін шығаратын боламыз. Сау саламатта болыңыздар.